Достар, сәлем. Сіздермен бүгін үй кеспесін жасаймыз. Оп-оңай, тез, дәмді қыздар, жасап көріңіздер. Мен бұл жерде тауықтың сан еттерін қолдандым. Суға салып, тұзын салып, отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін көбігін аламыз. Көбігін алғаннан кейін үстіне картобымызды, қызанағымызды, бұрышымызды, содан кейін пияз, сарымсағымызды салып, астын баяу отқа қойып, бетін жауып қоямыз. Ол піскенше біз қамырына кірісейік. Қамырына біз жұмыртқа, тұз, кішкене сұйық май және ұн, қаттырақ қамыр илеп, июін қандырып қоямыз. Июі қанған қамырды жұқалап жайып, кеспе жасап тураймыз. Содан кейін қайнап тұрған, дайын тұрған сорпамызға саламыз. Кеспенің жартысын алып қалыңыздар. Қыздар көп болып жатса қатырып қойыңыздар. Ендігі көжеге қажет болады. Үстіне кинза, укроп сеуіп, ұсыныңыз. Ас болсын.